Номері 41 айналайын бөбекжай балабақшасының әдіскері мен Мырзалиева Гаухар Шайберденқызы боламын. Бүгін мен сіздерге онлайн шеберхананы ұйымдастыру мақсатында мен сіздерге балалардың қолының ұсақ моторикасын дамытудың маңыздылығы туралы кеңес бергім келеді. Ұсақ моторика дегеніміз не? Қолдардың, саусақтардың және білек бұлшықеттерінің кішкентай қозғалысы, көз бен қолдың координациясы. Ұсақ моторика балалардың тілдік, әлеуметтік және эмоционалдық дамуына зор әсер етеді. Баланың тілі мектепке дейінгі кезеңде қалыптасатын болғандықтан, балабақшада да және үй жағдайында да қолдың ұсақ моторикасын дамыту ойындарды көңілді және әсерлі етіп ұйымдастыруға болады. Балалардың қол және ұсақ моторикасын дамытудың маңыздылығы. Ұсақ моторика бұл қолдың, саусақтардың және білек бұлшықеттерінің кішкентай және дәл қозғалыстары. Бұл қозғалыстар көз бен қолдың бірлескен жұмысын қажет етеді, яғни көзбен көріп, қолмен орындауды талап етеді. Ұсақ моториканың негізгі құрамдас бөліктеріне қолдың күші, ептілік, координация және екі жақты координация жатады. Қолдың күші ұсақ қозғалыстарды орындау үшін қажетті бұлшықет күшін қамтамасыз етсе, ептілік қол мен саусақтардың жылдам және дәл қозғалуын білдіреді. Координация көз бен қолдың бірлескен жұмысын қамтамасыз етсе, екі жақты координация екі қолдың бір уақытта және келісімді қозғалуын білдіреді. Ұсақ моториканың қарапайым мысалдарына қарындашпен сурет салу, моншақтарды түзу және киім түймелерін салу жатады. Ұсақ моторика балалардың тілдік, әлеуметтік және эмоционалдық дамуына зор әсер етеді. Ұсақ моторика мидың дамуын ынталандырып, ойлау қабілетін және есте сақтауын жақсартады. Тілдік дамуда ұсақ моторика сөйлеуді, сөздік қорын және тілдік түсінуді дамытуға көмектеседі. Әлеуметтік және эмоционалдық дамуда ұсақ моторика өзіне деген сенімділікті, тәуелсіздікті және әлеуметтік қарым-қатынасты қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Мысалы, киіну, тамақтану және тазалық сақтау. Осылайша ұсақ моториканы дамыту балалардың жан-жақты дамуы үшін өте маңызды. Бұл құжат балалардың қол және ұсақ моторикасын дамытудың маңыздылығын қарастырады. Ұсақ моториканың анықтамасы оның балалардың дамуына әсері, даму кезеңдері, ойындар мен жаттығулар, материалдар мен құралдар, бұзылу үлгілері және түзету жолдары туралы толық ақпарат беріледі. Ата-аналар мен педагогтарға ұсыныстар беріліп, балалардың ұсақ моторикасын дамытуға арналған жағдай жасаудың маңыздылығы атап көрсетіледі. Ұсақ моториканың даму кезеңдері балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты болады. Ұсақ моториканың дамуы белгілі бір кезеңдерден өтеді. Әр кезең жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. 1 жас пен 3 жас аралығындағы балалар ұстау, лақтыру, сызу және қарапайым жұмсақ ойыншықтармен ойнау сияқты дағдыларды меңгереді. Бұл кезеңде олардың қозғалыстар әлі де дөрекі және нақты емес болуы мүмкін. 3 жас пен 5 жас аралығындағы балалар қайшымен кесу, сурет салу, ермек сазбен мүсіндеу, моншақтарды түзу сияқты күрделірек дағдыларды үйренеді. Бұл кезеңде олардың қозғалыстары дәлірек және үйлесімді бола бастайды. 5 жас пен 7 жас аралығындағы балалар жазу, түйме салу, бау байлау және күрделі құрастырғыштармен ойнау сияқты ең күрделі дағдыларды меңгереді. Бұл кезеңде олардың ұсақ моторикасы толық дамып, қозғалыстары нақты және автоматты болады. Әр баланың даму қарқыны әртүрлі болуы мүмкін екенін ескеру маңызды. Ұсақ моториканы дамытуға арналған ойындар мен жаттығулар бұлар ұсақ моториканы дамытуға арналған көптеген ойындар мен жаттығулар бар. Саусақ ойындары мысалы мысық, қарғалар және саусақтар отбасы саусақтардың қозғалысын жақсартуға және координацияны дамытуға көмектеседі. Ермек сазбен мүсіндеу түрлі фигуралар жасау және жабыстыру арқылы қолдың бұлшықеттерін нығайтады және қиялды дамытады. Құрастырушылармен ойнау, мысалы лего, магнитті құрастырушылар және ағаш текшелер кеңістікті ойлауды және проблемаларды шешу қабілетін дамытады. Сурет салу және жазу, қарындаштар, бояулар және фломастерлерді пайдалану арқылы қолдың қозғалысын жақсартады және шығармашылықты дамытады. Моншақтарды түзу, тоқу, алқалар және кілемшелерді жасау арқылы қолдың ептілігін, координациясын дамытады. Қайшымен жұмыс, қағаздан фигураларды қию, аппликациялар жасау арқылы қолдың дәлдігін және координациясын дамытады. Ұсақ моториканың дамуына арналған материалдар мен құралдар бұл ұсақ моториканың дамуына арналған әр түрлі болып келеді.
Монтессори материалдары, мысалы сенсорлық тақталар, геометриялық денелер және құлыптар мен ілгектер. Балалардың сезім мүшелерін және қозғалыс координациясын дамытуға арналған дамытушы ойыншықтар, мысалы шнуровкалар, батырмалар және сылдырмалар, қолдың ептілігін және координациясын жақсартуға көмектеседі. Табиғи материалдар, мысалы тастар, жапырақтар, бүрлер, тұқымдар балалардың сезім мүшелерін ынталандырып, табиғатпен таныстырады. Қолөнерге арналған материалдар, қағаз, картон, мата, жіп сияқты балалардың шығармашылық қабілетін дамытуға, қолдың ептілігін жақсартуға көп мүмкіндігін береді. Ұсақ моториканың бұзылу белгілері мен олардың түзету жолдары. Бұл ұсақ моториканың бұзылу белгілеріне қолдың және саусақтардың әлсіздігі, координацияның жеткіліксіздігі және қозғалыстардың баяулығы жатады. Егер бала осы белгілердің бірін көрсетсе, ұсақ моториканы дамыту бойынша мамандардың көмегіне жүгіну қажет. Мысалы, логопед, психолог. Мамандар арнайы жаттығулар мен ойындар кешенін ұсынып, қолдың бұлшықеттерін нығайтады. Координацияны жақсартуға және қозғалыстарды автоматтандыруға көмектеседі. Бұл жаттығулар мен ойындар балалардың ұсақ моторикасын түзетуге және олардың күнделікті өмірдегі дағдыларын жақсартуға бағытталған. Қорыта айтатын болсақ, ұсақ моториканы дамыту балалардың жалпы дамуында маңызды рөл атқарады. Бұл тілдік, әлеуметтік және эмоционалдық дамуға әсер етеді. Сондай-ақ өз-өзіне өз қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Ата-аналар мен педагогтар балалардың ұсақ моторикасын дамытуға арналған жағдай жасауы керек. Мысалы, тұрақты түрде жаттығулар мен ойындар өткізу, әртүрлі материалдар мен құралдарды ұсыну және мамандармен кеңесу. Балалардың ұсақ моторикасын дамытуға көңіл бөлу арқылы олардың болашақта табысты және тәуелсіз болуына ықпал етуге болады. Сондықтан да ұсақ моториканы дамытуға баса назар аударып, балалардың жан-жақты дамуына қолдау көрсетуіміз қажет. Жасыл ел бағдарламасы бұл бүкіл Қазақстан бойынша экологиялық сананы арттыруға бағытталған маңызды бастама. Балабақшалар жасыл елдің негізін қалаушылар ретінде маңызды рөл атқарады. Жасыл балабақша бұл балалардың табиғатпен байланысын нығайтатын, экологиялық сананы арттыратын білім беру бағдарламасы. Балабақша аумағында жасыл кеңістіктер жасау, гүлзарлар, ағаштар отырғызу, балалар бақшасын дамыту экологиялық ортаны жақсартады. Балабақшадағы жасыл бағдарламаны жүзеге асыру, жасыл бақша балабақша аумағында жасыл бақша жасау, гүлзарлар, ағаштар отырғызу, балалардың қамқорлығымен бақшаны күту. Қоқысты сұрыптау, балаларға қоқыс сұрыптауды үйрету, қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығын түсіндіру. Экологиялық сабақтар балаларға экология туралы әңгімелер, ойындар, эксперименттер арқылы білім беру. Экологиялық жасыл балабақша күні, ағаш отырғызу акциясы, табиғатты тазалау акциясы сияқты іс-шараларды ұйымдастыру болып табылады. Жасыл балабақшаның артықшылықтары табиғатпен байланыс, балалардың табиғатпен байланысын арттырады, экологиялық білімдерін дамытады. Саналылық балаларда қоршаған ортаны қорғауға деген жауапкершілікті сезім қалыптастырады. Еңбек дағдысы балалардың табиғатты күтуге, еңбек етуге деген ынтасын арттырады. Жасыл кеңістік балабақша аумағын әдемілендіреді, экологиялық ортаны жақсартады. Балабақшадағы экологиялық тәрбиенің маңызы бұл жасыл орта балалардың табиғатқа деген құрметін арттыру, сау орта, сау экологиялық ортаны қалыптастыруға ықпал етеді. Болашақ жасыл елдің болашағын қалыптастыруға негіз болады. Жасыл балабақшадағы ата-аналардың рөлі бірлесіп еңбек ету, балабақшамен бірлесіп жасыл бақшаны күтуге қатысу. Тәрбиелік жұмыс ретінде балалардың экологиялық санасын арттыру үшін отбасында тәрбиелік жұмыстар жүргізу. Қолдау, яғни балабақшаның жасыл бағдарламасын қаржылай және ерікті түрде қолдау болып табылады. Жасыл балабақшаның болашаққа деген бағыты бұл жасыл ел экологиялық мәдениетті дамыту, жасыл балабақша балалардың экологиялық санасын қалыптастыру, жасыл өмір тұрақты дамуға ықпал етеді. Жасыл ел бағдарламасын балабақшада жүзеге асыру бұл экологиялық тәрбие берудің маңызды элементі. Жас ұрпақтың жасыл елдің болашағын құруға деген жауапкершілігін арттырудың тиімді жолы болмақ.